Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін бізде әдебиеттік оқу пәні бойынша 3-ші сыныптың 58-ші сабағы. Тақырыбымыз шебердің қолы ортақ. Осы тақырып бойынша сабақты бастаймыз. Бірінші тапсырма, суреттерге зер сал, ортақ тақырып тап. Бізге 6 сурет берілген екен. Бұлардың бәрі бұйым сияқты. Бұның ортақ тақырып зергерлік бұйымдар. Зергерлік бұйымдар туралы суреттер қойылған. Келесі тапсырма, зергер. Білесің бе бұл істі, зергерлікке кім дайын? Балқытып ап күмісті, сапарады судайын. Осы жұмыс ырғағы білезікпен алғаны, сақинаны сырғаны, күміс сымнан тартады. Көрсең қайран боласың, мақтанышы ол бір елдің. Күміс дейді тағасын, таралығы мен жүгенін. Демеңіздер бұл қалай, күмісті де илеген. Осы өнерді мұрадай зергерлерден үйренем. Бұл өлеңнің авторы Фариза Оңғарсынова, балалар. Келесі тапсырма, 3-ші тапсырма, ақын сұрағына жауап бер. Білесің бе бұл істі, зергерлікке кім дайын? Бұл сұрақтың жауабы шебер зергер. Келесі, өлеңге сүйеніп зергерлік өнер туралы айт. Зергерлік өнер сән өнерінің және қол өнердің ежелгі түрлерінің бірі. Металды асыл немесе жартылай асыл тастармен әшекейлеуге негізделген зергерлік өнерге әсемдік бұйымдар мен ыдыс-аяқ жасау, қару-жарақ пен ат әбзелдерін әшекейлеу де жатады. Келесі тапсырма, 5. Өлеңді тыңда. Тобылғы. Саясында көте өскен, сайға біткен тобылғы. Желге билеп белестен ойға біткен тобылғы. Ауылымның көп қырын бұтаң басқан тобылғы. Хош иісті ақ гүлің жұпар шашқан тобылғы. Күлім қағып ақ әжем күбі ұстаған тобылғы. Таңға самал ауамен тыныстаған тобылғы. Мөлдір моншақ таңшығын тағып алған тобылғы. Бабам өрген қамшының сабы болған тобылғы. Бұл өлеңнің авторы Бауыржан Жақып. Келесі тапсырма, 6-шы тапсырма, өлеңге сүйеніп тобылғы туралы 3 сұраққа жауап бер. Қайда өседі, қандай гүлдері бар, қалай пайдаланылады? Тобылғы Қазақстандағы далалы таулы жерлерде өседі. Тобылғы раушан гүлдері тұқымдасына жататын көп жылдық бұта. Гүлдері ақ түсті ұсақ болады. Халықтық медицинада тобылғының қабығы мен жапырағын және гүлдерін аяқ, қол ауруларына, тері және басқа ауру түрлеріне пайдаланады. Тобылғы түтінінде де ерекше қасиеті бар. Тобылғы түтінімен сабаны, күбіні, торсықты ыстаған. Тобылғыдан қамшының сабын жасаған. Келесі 7-ші тапсырма, зергерлік өнерге қатысты кесте бойынша сөйле. Білемін, зергерлік өнерден әшекей бұйымдар жасалатынын білдім, зергер өнерінің түрлерін білдім. Білгім келеді, зергерлерді зерттегім келеді. 8-ші тапсырма, ғаламторда немесе энциклопедиядан халқымыз тобылғы мен қамшыны неліктен қастерлегені туралы мәліметтер жинастыр. Қазақтың ең қасиетті бұйымы қамшы, оны көп үйдің төрінде ілулі тұратыны сондықтан. Қамшысы бар үйге жын шайтан жоламайды. Қамшының сабы тобылғыдан жасалады. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар.